Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, ауызға салғанда еритін меренговый рулет дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен осылай жұмыртқаның сарысы мен ағын ажыратып алатын боламыз. Бізге ағы қажет болады. Және де осылай ыдысымызды біз құрғатып сүртіп алуымыз қажет. Егер де ыдысыңызда су болса, біздің белогымыз шықпайтын болады. Сол себептен барлығын тазалап, қағаз сүлгімен құрғатып сүртіп алу қажет. Және де жұмыртқаның сарысы мен ағы араласып кетпеуі қажет. Бізге осындай ағы қажет болады жұмыртқаның. Енді осыны миксердің аз жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Және де аз-аздан қантымызды салып отырамыз. Қантты бірден салып жіберуге болмайды, сондықтан осылай аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Және де миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Мінекей осылай барлығын миксерлеп болдық. Енді үстінен осындай лимонның суын аздап 1-2 тамшы құятын боламыз. Егер де лимон болмаса, лимонная кислота салсаңыздар болады. Тағы да 5-10 секунд миксерлейміз. Мінекей біздің беземіз дайын болды. Және де ыдысты төңкергенде ол безе түспеу қажет. Енді кукурузный крахмалды саламыз. Тағы да 5-10 секунд араластырамыз. Біздің меренгамыз дайын болды. Мінекей осылай ыдысты төңкергенде ағып кетпеуі қажет. Енді противенге осындай пергаментный қағаз төсейміз. Мен поклан деген қағазды пайдаланам. Өте жақсы жабыспайды. Осылай барлығын төсеп, бір тегіс етіп аламыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 150 градусқа қыздырып қоямыз. Мінекей осылай барлығын бір тегіс етіп жағып шықтық. Енді қызып тұрған пеште 150 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға аздап сахарный пудра және де сливки құйып, жақсылап қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Мінекей креміміз дайын. Енді біз меренгамызды суытып алдық. Суытып алғаннан кейін барып, осылай кремді жағып шығамыз. Осылай бір тегіс етіп жағамыз. Және ортасына мен банан қолдандым. Сіздер кез келген начинка қолдансаңыздар болады. Осылай барлығын орналастырып шығып, меренгамызды жайлап орайтын боламыз. Мінекей біздің меренговый рулетіміз дайын болды. Тоңазытқышқа 1 сағат, 2 сағат көлеміне қойып, ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.